Ассалаумағалейкум жігіттер, қалайсыңдар? Видеоға қош келдіңдер. Кез келген жағдайда, кез келген уақытта өзіне сенімді болудың құпиясын айтайын ба? Білемін, өте пафосно звучит, бірақ на самом деле, сендер барлықтарын өз табиғаттарынан өте сенімді болып келесіңдер. Сендер сенімділіктерінде тек қана басқа бір жерге сендерді лақтырып жіберген кезде ғана өздерінің сенімділіктерінен айырылып қаласыңдар. Былайша айтқанда, не в своей тарелке дейді ғой. Например, сендерде бір жаққа шақырды, сені бір вечеринкаға шақырды, сен ол жақта ешкімді танымайсың. Немесе сен новыйдан бір сфераға кірдің, новыйдан тренажерный залға жазылдың, ешкімді танымайсың. Поэтому сен өзіңді сенімсіз сезініп тұрасың. Бұндай жағдайда сен не как король сияқты кіріп, йоу деп бәрімен неткет алмайсың. Өйткені олар сені білмейді, сенің характеріңді білмейді. Чтобы бұлардың барлығын оп-оңай танысып, олармен тіл табыс кету үшін сендерге бір техника айтайын. Бұның аты бөліп алда, жаулап ал деп аталады. Яғни сен любой тренажерный залға барасың, сол жақтағы әрбір жүрген бір адамдарды көресің, солармен барып бірге бір сөйлесесің. Бірге бір сөйлескенде сен любойды спокойно жеп тастайсың сөзден. Сен онымен смело тіл табыс кете аласың. Поэтому сен олармен жақсы танысып, вечеринкада жүрген барлық қыздармен жеке-жеке танысып, олармен жеке-жеке танысып алсаң, келесі жолы сен новыйдан опять сол тренажерный залға кірген кезде сен уже барлығын танып тұрасың да, как свой сияқты кіресің ғой. Йоу, қалайсыңдар жігіттер, қалайсыңдар деп өзіңді керемет сенімді сезініп тұрасың. Бұл техника саған міндетті түрде көмектесу керек, так что оны өмірінде қолдан. Ассалаумағалейкум достар, сенің бойындағы сенімділігіңді құртатын тағы бірден бір қателік, ол сенің мына қоршаған ортадағы адамдармен өзіңді салыстыра беруің. Ешқашанда достым, басқа адамдармен, мейлі ол сенің досың болсын, өзіңді олармен салыстырудың керегі жоқ. Мысалға айтатын болсан, сен өзіңді бір досыңмен салыстыра бересің. Оның бәлкім сенен гөрі жағдайы жақсырақ болуы мүмкін, сенен гөрі мықтырақ болуы мүмкін, және де табатын табысы сенен гөрі әлдеқайда жоғары болуы мүмкін. Сен оған қарап не істейсің? Сен оған қарап, оның жеткен жетістіктеріне қарап, тамсанып, өзіңнің қандай жағдайда екенді көріп, сен депрессияға түсіп кетесің. Сен одан өзіңнің әлсіз екеніңді түсіне бастайсың да, одан әрі сенімділігіңді жоғалта бастайсың. Одан да достым саған айтарым, басқа біреулермен өзіңді салыстыра бергенше сен тек қана өзіңмен ғана айналысқаның жөн. Өзіңнің алдыға қойған мақсаттарыңа қарай ұмтыл. Сол кезде ғана сен үлкен жетістіктерге жететін боласың. Жалпы алғанда достар, әр адам негізінен өз ісінің маманы болып саналады. Кез келген адам белгілі бір істің мастері болып саналады. Бұған мен бір мысал келтіріп өтейін. Мысал алғанда гепард пен балықты алайық. Екеуіне егерде ұсыныс тастайтын болсақ, мысалы балыққа кеп айтатын болсақ, сен барда ана гепардпен құрлыққа шығып жарысып көр. Балық не істейді? Ол гепардпен құрлықта жарыспақ түгіл, ол сол жерде 1 минутқа шыдамай өмірмен қош айтысып кетеді. Ал сәйкесінше егерде біз гепардқа да сондай ұсыныс жасап барып, суға барып оны балықпен жарыстыратын болсақ, ол не істейді? Сол жерде бірден суға батып, тұншығып, тұтығып, балықтың шамына да ілесе алмай, сол жерде ақтаудан қалып қояды. Сондықтан да достым, басқа біреулермен өзіңді салыстырғанша, өз ісіңнің маманы бол, өз ісіңнің мастері бол.
Жігіттер, сендерде осындай жағдай орын алды ма? Когда сендер адамдармен болсын, я болмаса қызбен прогулка кезінде әңгіме айтып келе жатасыңдар да, и вдруг бір жағымсыз тыныштық орын алады. Былайша айтқанда, неловкая пауза. Әрине, түсінгендеріңіздей, біздің нөмірі 3-ші кеңесіміз тыныштықты қабылдай біл. Тыныштықты қабылдау дегеніміз не? Көбіне адамдар сондай жағымсыз тыныштық орын алған кезде, ол тыныштықтан өте андай тез арада шығып кеткісі келеді. Оған өйтіп ойланбай, миына келген любой затты келеді, сразу айта салады. Соның салдарынан ол қызға бір как клоун ретінде көрініп қалады. Ондай жағдай орын алмас үшін менің сендерге беретін кеңесім, ол тыныштықты тез арада жою мақсатында өтірік бір нәрсені ойлаудың қажет жоқ. Жоқ, оны қабылда. Оны не істеймін деп тыпырлап паникаға түсудің қажет жоқ. Сен мықтысың, сенімділігіңді жоғалтпай, сол тыныштықтан ләззат ал. Love the chase and the hunt, and I set the pace when I'm running. I always take what I want and I always give it 100. Don't need a bank, no I'm funded. Play the game like it's nothing. I'm always thankful for something. Don't take for granted, stay humble. Now wake up. Погода страшно бұзылып барады. Look at the enemy. Погода страшно бұзылып кетті, жігіттер. Осымен видео өзінің мәресіне жетті. Видео ұнаса, лайк, комментарий жазып қалдырамыз. Және де әрине өздеріңе деген сенімділіктеріңді жоғалтпаңдар. Давайте.